Жетісу радиосында шұғыла бағдарламасы. Жетісу радиосында шұғыла бағдарламасы. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамыз тікелей эфирде екенін тағы бір мәрте еске сала кетейік. Сіздер үшін арнайы WhatsApp нөмірі қосулы екенінде еске саламыз. Біздің WhatsApp нөміріміз 8-775-508-0015. Дәл осы нөмірге хабарласып, ізгі тілектеріңізді, ақ жарма тілектеріңізді, ықыластарыңызды, құттықтау сәлемдемелеріңізді жолдай аласыздар. Және біздің 872-82-40-00-72 нөміріне хабарласып, телефон қоңырауы арқылы да жақыныңызға лебізіңізді білдіре аласыздар. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Жетісу радиосының әуе толқынында шұғыла ақпараттық танымдық хабары. Қонақжай студиямыздың төріне қадірменді меймандарымыз келіп жайғасыпты. Бақжұлдыз медиа балалар продюсерлік орталығының директоры Мұратәлі Оспанбай қонақта және өзінің шығармашыл талантты өнерпазымен келіпті. Студиямызға қош келдіңіздер. Қош көрдік. Көңіл күйлеріңіз қалай? Рахмет, өте керемет, тамаша деп айтуға болады. Шұғылалы таңға барша қазақ еліне сәлем жолдаймыз. Қасыңызда қонағыңызбен келіп, сіз өзіңіз бірінші таныстырып өтсеңіз. Бұл мен қасымдағы жаңағы Жетісудағы киноға қадам басып жүрген, шығармашылыққа қадам басып жүрген, өзімнің жаңағы кішкентайынан тәрбиелеп келе жатқан шәкірттерімнің бірі, жас актриса Гүлсина Сабажан қызы деген қызымыз, біздің Талдықорған қаласы 30-шы мектепте 8-ші сынып оқитын өзімнің жаңағы тұңғышым деп айтам, шәкірттерімнің ішіндегі 3 жылдан асты қасымда жүрген, кішкентай ғана 5-ші сыныпта келген. Мәссаған, көз алдыңызда өсіп, көз алдыңызда келе жатыр екен ғой. Осындай қызымды ертіп келдім. Енді жүрген жерінде бір шәкірт, екі шәкірттен ілестіріп алып жүретініміз бар. Енді осындай. Өте дұрыс жасайсыз. Негізі көбінесе шақырған кезде бізде мәселен Мұратәлі ағамызға хабарласқан кезде мен міндетті түрде шәкіртіммен келемін деп айтты. Қай жерде жүрсе де өзінің шәкірттерін алда ұстап жүреді. Сол қуанышта. Ал енді осы тұста сіздің кинотуындыларыңыз жетісулық жұртшылыққа емес, күллі Қазақстан киноиндустриясына құлаш сермеп жол тартқаны белгілі. Сол секілді сіздің түсірген мына кинотуындыларыңыздан байқайтынымыз өзекті және де күрмеуі қатты проблемаларды қозғайсыз да, бірақ оны балалар арқылы жеңіл жеткізеді екенсіз. Бұл бір осындай қадамға баруыңызға бірден бір себеп болған жағдай қалай? Жалпы қалай жеңіл жеткізе алдыңыз? Бұл жерде мен негізгі мамандығым педагогикалық бағыттағы мамандық қой. Негізгі мамандығым. Өзім енді әлгі әр қазақтың бір бойында бір өнері бар дегендей, біз кішкентайымыздан осы Гүлсиналарымыз сияқты бұдан да кішкентай кезімізден өнерге жақын болып өстік. Шығармашылыққа, жалпы ән айту, тағысын тағы жаңағы кейін киноға қарай келе бастадық қой. Киноның Қазақстандағы қарқын енді басталып жатыр десем қате емес қой. Сондықтан педагогикалық негізде жұмыс бастадық. Неше жыл педагогика саласында жаңағы қызмет еттік. Одан кейін барып киноға келгеннен кейін бүкіл жұмысымыздың барлығы осы жасөспірімдермен бір біте қайнасып жатты да. Біздің төңірегімізде осы жасөспірімдердің тәрбиесімен ұласып жатқаннан кейін киноны балалар киносына қадам жасауға жаңағы бірден бір жақын дүние болғаннан кейін іске кірісіп кеттік. Ал енді бала тәрбиесіне негізделген, жасөспірім тәрбиесіне негізделген фильмдер болғаннан кейін біз қашанда осы идеологияны осы жастар арқылы беру және жастардың болашағы үшін дегеннен кейін біз осылардың тәрбиесінде бүгінгі қоғамның жаңағы айнасында жүрген проблемаларды қозғауға тура келді ғой. Қазір бүгінгі күнге дейін Жетісу арнасына біздің 3 фильміміз қазір көрсетіліп жатыр. Осы Жетісу арнасында аула сақшылары, Паниш Гейм деген ойынды жаза балалар тәрбиесіне негізделген және Біреудің баласындай деген фильм. Мысалы, енді қарап тұрсаңыздар, аула сақшылары өз кезегінде атында да айтып тұр ғой. Бізде қазақта тәрбие тал бесіктен басталады дейді. Дұрыс айтасыз. Үйдің ішінде басталады. Біз бір
мына қалалы тұрмақ қазір бұрын кезінде бүйтіп айтатынбыз, үлкендерден еститінбіз, ой қаланың адамдары осы қызық көршісімен араласпайды деп. Қазір өкінішке орай енді заманның ағымы ма білмеймін, тіпті ауылдағы көршілер бірін бірі кей кезде таңғаламын. Мен ауылға барып біреумен әңгімелесіп тұрсаң, көршісі келіп амандасып жатады, ой қалай, жақсысың ба, барсың ба деп. Мен сендер көрші емессіңдер ме? Сендер маған сөйтсеңдер болады ғой десем, көрмегелі көп болды. Жұмыстың ағымы ғой, бір жағынан өкінішке орай, уақытысы бар, бір нәрсесі бар, жаңағы сменге түседі деген сияқты. Бірін бірі осындай бір қию кеткен бір қарбалас заман болып жатыр ма білмейміз ғой. Бірақ осы кезде біз сақтап қалатын құндылықтарымыз бар. Бұл өскелең ұрпақтың ауызбіршілігі, жастардың біріне бірі деген құрметін қалыптастыру. Сонымен қатар біз қазір Құдайға шүкір елімізде өзі қалаларымызды қарасаңыздар да, ауылды қарасаңыздар да керемет аулалар салып беріп жатыр, мемлекет. Қандай ойын алаңдарын салып беріп жатыр. Бұғанға дейін ескіріп қалған анау кезіндегі советтен қалып кеткен дүниенің барлығын алып тастап, қандай бір спорттық алаңдар салынып жатыр. Кез келген мына көп қабатты үйлерге алдына өте қалсаңыздар, балаларға футбол алаңы бар. Екінің бірі. Неше түрлі бір ойындар, алты бақандары, тағы бір нәрселер, сырғанақтарын күштеп жасап қойған. Енді қарап тұрсаңыз, осыларға қамқорлық керек қой. Бұл бұйымдарға, дүниелерге бұны кім үшін салып жатыр деген кезде, біздің осы өсіп келе жатқан ұл қыздарымыздың жаңағы бақытты балалық шағының болуына деген сияқты жағдай жасалынып жатыр. Енді осыған қамқорлықты осы титтей дүниеден бастап, соның жүрегінде қалыптасып, ертең ел тізгініне барған кезде, ел ағасы болған кезде, сол балалар сол жаңағы бетіндайынан көріп өскен бір тамаша бір қағидалар жүрегіне сіңсе, олар елдің ертеңін, ұлттың болашағын ойлайтын қамқор жан болып өседі деген ниетпен біз осындай жаңағы көп дүниені осылай жаңа өзіңіз айтпақшы жеңілдетіп беруге. Енді үлкенге жеңіл болғанымен балаларға өте ауыр дүние. Шынымен, біз ересек адам болғаннан кейін, балалардың тілімен жеткізгеннен кейін, жалпы балалар әдебиеті, балалар кинотуындысы да өте қиын ғой. Сол секілді айтқандай сіздің өнерпазыңыз жаңа өзіңізбен бірге алып келген, біз бір әу деп енді сөйлетейін деп сізге сұрағымды бастап кетіппін. Ал сәлеміңді жолдасаң Жетісу радиосының тыңдармандарына. Қазақ елі, барлығыңызға қайырлы таң. Дауысы деген саңқылдап тұр қызыңыздың. Күмбірлеп. Ал енді жаңа сұхбатымызды әрі қарай жалғастырсақ, өзіңіз жаңа айтып отырғандай аула сақшылары дедіңіз ғой. Сол кинотуындыда біз байқағанымыз, отандық кинотуындылардың алдыңғы шебінде жүрген ең бір мен деген әртістерін шақырған екенсіз. Бекжан Тұрыс, жаңағы енді ол жағы. Блогер қызымыз бар, Аминка Витаминка деп аталатын Расул Бауыржан, Қуандық Шәкіржан бар. Солардың барлығын шақыру жағы, оның гонорар жағы міндетті түрде ауқымды сома екені белгілі. Дегенмен таныс тамыр арқылы түсірілді ма, әлде қалай түсірді жалпы? Ол деген әлде бір демеуші болды ма? Мынандай үлкен дүниені бірден түсіру қалай былай? Осы сұраққа келген кезде бар ғой, тура айтып тастаған келеді ғой. Айтып тастаңызшы. Енді сұрамайтындай. Жатқан нәрсені айтып тастасам екен деп. Айтпақшы, сол мен негізгі үлкен жобаларымнан алғашқы туынды ғой, негізінде. Ол жерде жаңағы 5 бала болады. Бір аулада бірігіп, жаңағындай үлкен бір республикалық деңгейдегі бір масштабны дейміз ғой, дүниелер жоба қылып жасап, аула сақшылар деген ұйым құрып, оны челлендж жасап, жаңағындай. Ол сол 5 баланың басты рөлде ғой енді. Басты рөлде ойнаған балалардың бірі міне сол кезде Гүлсина Сабыржан. Гүлсина. Басты рөлде ойнаған, сол кезде Аминка Қарашылдармен қазір өте бір жақсы араласып жүрген балалар міне. Тамаша. Балалар бір, өйткені ол балаларда жаңағы өнердегі шығармашыл балақайларымыз ғой біздің. Расулда, Аминкада мысалы Мұстафа деген бала бар ол жерде. Мұстафа бар. Мұстафа қазір жасы 10-дағы, 11-де. 11-де ол бала мына қазақ мультфильмдері бар ғой біздегі. Сонымен қатар сырттан келіп жатқан көптеген мультфильмдерді дыбыстайтын бала. Оның дауысы көп жүреді өзінен қарағанда. Сол жағынан өте танымал сондай
дикциясы керемет. Одан кейін жаңағы екі үш образды алып шығатын, дубляж жасайтын өте сондай бір талантты бала, кішкентай ғана. Бірқатар киноларға да түсіп, қазір енді сөйтіп жатыр. Сол шығармашыл балалардың осылар. Ал енді жаңа өзіңіз айтпақшы, қазақтың мақтанышы бір ұлағат ұлдарының бірі Бекжан ағамыз бар. Қуандық Шәкіржанов өзіміздің жетісулық актер, театр актер, кино актері, қазір Хит ағамыздың бірі. Мәлік Абдыраманов аға досым менің, өте бір керемет мықты. Олжас Әлжанов ойнады, Таңшолпан Нұртілеу, Есқара ойнады, Михон ойнады, тағын бір. Мына осы өзіміздің жетісулық бауырларымызда қандай мықты театр актерларымыздың балалардың барлығы сол жерде болды, бірқатар балалар. Ерік деген бауырымыз болды. Құдай тағы кімдер болды. Нұрболхан болды. Мәссаған. КВН-шіктерден жаңағы. Сол кездегі. Барын қалай шақырып жүрсіз енді?